Кішкентай балалардың ойнауына арналған ойыншықтардан қауіпсіз не зат бар деп ойлайсыздар? Иә, өткен ғасырда бала өміріне және денсаулығына қауіп төндіретін ойыншықтарды шығарған. Біз бүгін сондай ойыншықтар туралы айтатын боламыз. 20 ғасырдың ортасында атом энергиясын нағыз көп талқыланатын тақырыптардың бірі болды. Осыны пайдаланып, бір компания 1951 жылы балаларға арналған портативті ядролық зертхананы нарыққа шығарды. Жас физиктің осы ерекше жиынтығында Гейгер санаушысы, спинторископ және электроскоп болды. Ең таңғаларлығы бұл жиынтықта уран 238-дің болуы. Ол кездері бұл изотоптың көптеген ауруларға, соның ішінде қатерлі ісікке әкелетінін білмейтін. Сондықтан оны қауіпсіз деп есептеді. Бақытымызға орай, бұл ойыншық нарықта бір-ақ жыл болды. Сол жылдары оның бағасы $50 болатын. Бұл қауіпті ойыншықты 1996 жылы Mattel компаниясы шығарды. Бұл қуыршақтың ерекшелігі арнайы пластикалық тағамдарды аузымен шайнауы еді. Сатылымға түскеннен кейін алғашқы аптасында олардың аузына пластикалық тағамдарды салам деген бірнеше балалардың саусақтарын тістеп, шаштарын шайнаған. Ойыншыққа тыйым салғанға дейін 30-дан астам бала зардап шеккен. Фильмдер мен телешоуларға арналған жарнамалық ойыншықтар таныс нәрсе. Осындай жұлдызды крейсер сериалы негізінде 1978 жылы Mattel компаниясы галактика ойыншықтарын шығарды. Ойыншықтардың бірі пневматикалық зымыран тасығышы болды. Ол пластикалық оқпен ататын еді. Ойыншыққа тыйым салынғанша, ол 10-нан астам оқиғаға, соның ішінде дене жарақаттары мен тістердің сынуы және бір қайғылы уақиғаға себеп болды. Ойыншық пропеллер принципінде жұмыс істеді және екі жаққа қолы жайылған қуыршақ түрінде жасалды. Оны төменнен жіппен тартып айналдырғанда жоғары ұшып кететін. Бар қиындық, бұл ауыр ойыншық айналып ұшқан кезде оның ұшу траекториясын бақылау мүмкін емес. Нәтижесінде көздің зақымдануы, дене жарақаты, сынған тістер, тіпті қабырға сыну оқиғасы да тіркелген. Сатылымнан алып тастағанға дейін 150 ауыр жарақат тудырғаны туралы баяндалады. 2005 жылдан бері бұл ойыншық қайтадан шығарылып бастады. Әрине, қауіпсіз түрінде. 50 жылдардың ойыншықтарын жасаушылар қауіпсіздік шараларын мүлдем ойламайтындай әсер қалдырады. Балалардың ядролық зертханасын шығаратын компания нарыққа жас әйнек үруші жинағын шығарды. Оның құрамына 540 градусқа дейін қыздыратын газ жаққышы және барлық қажетті құрал жабдықтары бар, ал жеке қорғаныс құралдары болмады. Әрине, бұл ойыншықта ұзақ уақыт нарықта қалмады.